Енді жеті жарғы бойынша әйелді зорлау, қызды зорлау, ол адамды өлтірумен тең болды. Соның үшін кей кезде о жерде кей кезде үш рудың қақтығысы болуы мүмкін. Мысалы, айттырылған қыз болса, бұл жерде тек қана оның өзінің өз руы бар, сосын мынау зорлаған адамның руы бір-бірімен қарсы тұрады. Бірақ айттырылған қыз болса, мынау күйеуінің, болашақ күйеуінің да руы бұны өзінің кәдімгідей намысын төкті деп түсінген. Соның үшін бүкіл анау зорлықшының руына қарсы шығу мүмкін еді, оған соғыс ашу мүмкін еді. Соның үшін зорлықшының руы бұл мәселені қон төлеп, сөйтіп, бүйтіп, анау өздері жазалап, мынау адамды сөйтіп жуып шаюға тырысқан.